Сәлем достар, жұма күні өткен Қазақстан чемпионаты отандық футбол жанкүйерлеріне 4 алаң қожайындарының және 2 қонақ команданың жеңісін сыйлады. Әлі өткен 2 турда, яғни 12 кездесуде ешбір матч тең есеппен аяқталмады. Демек, клубтар бір-біріне қарсы ымырасыз ойын көрсетуде. Атырау өзінің Қызылордадағы жеңісін жалғастыра алмады. Ойын Астана аренада өтті. Олар Ертіске қарсы матчта 3 ұпай алатындай ойын көрсетпеді. Шындығын айтқанда 1 ұпай алатындай да ойын үлгісіне жарымады. Ал павлодарлықтар Қостанайдағы жеңілісі үшін ашулы екенін бірінші сәттерден бастап көрсете бастады. Олар оны Атыраудың қақпасына 3 голды соғумен дәлелдеді. Барлық голдар бірінші таймда соғылды. Ертістік Аслан Дарабаевтың ойынын ерекше атап кетсе болады. Матчтағы алғашқы голды Карлош Фонсека Дарабаевтың керемет пасынан соң орындады. Атырау Жуничтің көмегімен есепті теңестірді. Алайда 34 минутта қайта бұрыштама добынан Рохер Каняс баспен соғылған гол арқылы Ертісті алдыға шығарды. Есепті 3-1-ге Аслан Дарабаев жеткізді. Оған Фонсека пас жасап қарызын қайтарды. Қайсар өз алаңында қатарынан екінші рет жеңіліс тапты. Өткен маусымда да олар дәл осылай бастаған еді. Алайда маусым аяғында өздерінің барлық мақсаттарын орындап үлгерген болатын. Жалғыз доптың авторы Жетісудың орталық қорғаушысы Никита Наумов. Ол екінші ойын қатарынан өз атын таблоға жазып жүр. Ал оған бұрыштамадан пас берген тағы да Мантас Куклис. Ал Қайсар енді сәттерді қалай голға айналдыру керектігін шұғыл шешуі керек. Ордабасы Шымкентте ақтөбеліктерден басым түсті. Допқа көп уақыт иелік еткендеріне қарамастан, оңтүстіктегілер есепті аша алмады. Сөйтіп осы матч тең есеппен аяқталатындай көрінді. Алайда өткен турдың қаһарманы Алексей Щеткин олай ойламады. Және 85 минутта ол КПЛ-дағы өзінің алғашқы голын соқты. Шымкенттіктер матчты бір ойыншыға кем аяқтады. Міндетті емес қызыл қағазды Мирзат Миханович алды, бірақ Ордабасы жеңісті қолдан жібермеді. Тараз қайта жеңіліс тапты. Осы жолы Қостанайда ірі есеппен ұтылды. Бос қақпаға гол сала алмағанда олардан жеңілістен басқа не күтуге болады? Тобол қорғаныста жіберген қателеріне қарамастан жеңіске жетті. Матчтағы бірінші голды Азат Нұрғалиев пенальтиден соқты. Тоболдың екінші және үшінші голын Михаил Гордейчук соқты. Лабжанидзе пенальтиден бір доп айырмасын қысқартты. Ойындағы соңғы голды Бауыржан Тұрысбек соқты. Сонымен 4-1 есебімен қостанайлықтар екінші жеңісіне қол жеткізді. Алматылық Қайрат Шахтерді сенімсіз ұтты. Кездесудің арбитрі Бақыт Қызылбаев 11 метрлік айып соққыларды беруде өзіне ғана түсінікті бір стратегияны ұстанатын сияқты. Қарағандылықтардың қақпасына айқын емес пенальти берілсе, ал басқа эпизодта алматылықтардың қақпасының жанындағы жағдай арбитрдің еш назарынсыз қалды. Есепті пенальтиден Эппел ашты. Ойыннан қарсыластар бір-бірінің қақпасына бір голмен алмасты. Қайраттық Вячеслав Швырев пен Шахтердің ойыншы Сергей Зенев соққан голдары әдемі болды. Алаң иелері сенімсіз жеңісіне жетті. Ал қарағандылықтар сезонды екінші жеңісімен бастап отыр. Астана Оқжетпесті тәжірибенің арқасында жеңіп кетті. Бір сағат бойы астаналықтар Оқжетпестің қақпасына саңылау табудың амалдарын іздеумен өткізді. Роман Муртазаевтың соққысы маңдайшаға тиіп жатты. Ақыры Рангело Янганың баспен ұрған соққысы голға айналды. Оған пас орындаған Марин Томасов. Аз уақыт өткізбей Оқжетпес Эстония құрамасының ойыншысы Артем Дмитриевтің күшімен есепті теңестірді. Оған пас орындаған бразилиялық Данила. Бірақ Иван Маевский бұндай жағдайға келіспейтінін білдіріп, қайта Астананы алдыға шығарды.
қатты қиналмай Астана матчты жеңіске дейін жеткізді. 2 турдан соң КПЛ-дық турнирлік кестесін 5 команда бастап келеді. Олардың қанжығасында 2 жеңістен бар. Және басқа 5 клуб 2 рет жеңілді. Оның ішінде Ақтөбе де бар. Оларда -12 ұпай. Ал сіздер өткен 2-ші турдан қандай әсер алдыңыз? Астындағы комментарий бөлімінде ойларыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Және де лайк басып арнаға тіркеліңіздер. Әрқашандағыдай сіздерге үлкен рахмет. Келесі кездескенше.